Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер сковородкада дайындалатын осындай пиццаны дайындайтын боламыз. Ол үшін тұзымызды саламыз, 2 жұмыртқамызды саламыз, 3 столовый ложка майонезімізді салып, 3 столовый ложка қаймағымызды салып, бәрін жақсылап араластырып, 6 столовый ложка ұнымызды салып, қамырымызды дайындап аламыз. Бұл пицца өте оңай. Енді сковородкамызға май құйып, осы тестімізді салатын боламыз. Егер сковородкаңыз үлкен болатын болса, сіздер үлкен пицца жасауға болады. Менің сковородкам кішкентай болғандықтан тестімді 2-ге бөліп, 2 пицца жасағалы жатырмын. Қамырымызды жайып, үстіне кетчуп жағамыз. Енді начинкамызды салып шығамыз. Менде бірінші начинкам колбасамен. Балдарым колбасаны жақсы көреді. Енді бетіне 100 грамм теркіден өткізілген сырымызды сеуіп шығамыз. Бұл пиццаны завтракке жасауларыңызға ешқандай пештің қажеті жоқ. Пеші жоқ адамдар болса, қиналмай жасай берулеріңізге болады осы рецептімен. Енді екіншімізге мен помидорды алдым начинкаге. Менің помидорларым морозкада қатырылған помидорлар. Енді бетін жауып пісіруге қоямыз. Пиццаларымыз дайын болды. 30 минуттың ішінде біз осындай 2 пицца дайындап алдық. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Балдарыңызды қуанту үшін осындай тез жасалатын рецептілермен жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.